дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығатын осындай күлше нандарды дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал олай болса, бізге қажетті заттар: 100 грамм сүт, барлығы жылы болу керек, 100 грамм сұйық май, 200 грамм су, тұз қосып, үстінен ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ кезінде дрожжды қосатын боламыз. Оған дейін аз-аздан көз мөлшерімен ұнды қосатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай венчиктің көмегімен араластырып алдым. Осындай сұйық қамыр болып тұрған кезде біз дрожжды қосып, одан кейін барып үстінен ұн қосып, араластырып, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде ұнның құрамын айта алмаймын, көз мөлшерімен жұп-жұмсақ қамыр болғанша қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайды, өйткені құрамында сұйық май бар. Енді жылы жерге бетін жауып қоямыз. Қамыр өте әдемі болып көтерілу керек, және ол қолға жабыспайтын болып шығады. Дәл осы құрам қамырымыздан бізде 8-9 дана күлше нан шығады. Барлығын бірдей бөлікке бөліп, зуалалап қоямыз. Каналымда рецепттен бөлек өзімнің қолөнер бұйымдарымның да жасалу жолын көрсететін боламын. Сол үшін менің арнамнан алыстамай, міндетті түрде каналыма жазылып, колокольчик белгісін басып қойыңыз. Келесіде сіз міндетті түрде менің видеомды ең алғашқы болып көретін боласыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай бірдей бөліктерге бөліп шықтым. Енді осы бөліктерді расстойкаға қоятын боламыз, яғни қамырымыз демалып, тағы да көтерілу қажет болады. Қамырдың бетін жауып, тағы да жылы жерге жауып қоя тұрамыз. Расстойкада дайын болған қамырлардың үстінен өте көтеріліп, әдем болып, үлпілдек болып тұрады. Соның үстінен видеода көріп тұрғандарыңыздай екі қолдың екі саусағымен ортасынан баса отырып, осындай ойық жасаймыз. Және оның үстінен нан тескішпен тессеңіздер болады. Егер болмаса, вилкамен менің жағдайымдағыдай тесіп, жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста нанымыз қызарып, әдем болып піскенше ұстайтын боламыз. Бұл қамырды сосиска в тестеге де жасасаңыз, сосиска в тестеңіздің қамыры булочка сияқты болып, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, және менің инстаграм парақшама жазылып, сол жерге фото, видео, отчет жіберуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді міндетті түрде инстаграм парақшамда сториске белгілеп шығаратын боламын. Егер де сіздің духовкаңыз кішігірім және де тоғы азайған духовка болатын болса, онда кішкене градусын жоғарыда ұстасаңыздар болады. Мінекей біздің күлше нанымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Әйгерім.